Приближается один из самых весенних романтичных праздников – Международный день 8 марта. Иә, ол әрине 8 наурыз мерекесі, ал біздің ТВК телеарнасы осы мерекеге орай жаңа жоба ұйымдастырғалы отыр. Да, наш телеканал готовит грандиозный проект. Гульнас, а как ты думаешь, вообще у нас мужчины-романтики, они могут как-то необычно поздравить женщин с 8 марта? Шынымды айтсам білмедім, бірақ Шымкент қаласында тұратын көптеген еркектердің арасында бір ерекшесі табыла қалар деп ойлаймын. Ну давай узнаем и посмотрим, остались ли в Шымкенте романтики. Жарайды, онда келістік, біз қазір сауалнамамызды бастаймыз. Кішкенде қолымызға гүл алып, подаркасын беріп деген сияқты. Ақша болса, мамаңа енді кішкене алтын подарок етуім керек қой, мысалы. 8 мартқа халықаралық әйелдер күніне біз жыл сайын жұбайыма гүл сыйлаймыз, жаңағыдай көңіл күй сыйлаймыз, жаңағыдай мейрамханаларға барып отырамыз, үйге апама, анама, жаңағыдай ол кісілерді құттықтап, бәріміз жанұямызбен, жан отбасыларымызбен бірге отырып, жаңағыдай сол мейрамды қарсы аламыз жыл сайын. Ну, кәдімгідей осы гүл сыйлап, сол. Ну, сый-сипат болады. Ауызша құттықтайтын алыстағы туысқандарды құттықтаймыз. Және де ауылда әжеміз бар. Әжемізге жылда білезік, жүзік, сондай заттар алып барамыз. Биылғы жылы анамды қуантып, үйге гүл мен торт апарып құттықтаймын. Және қызымды. Ну, енді анам болған соң енді қымбатты зат сыйлаймын. Анама да енді торт апарасын үйге, онша-мұнша затын апарасын. Енді анаға бөлек болады ғой. Қызға енді қыз жоқ деген. Жарайды. Болған жағдайда көреміз. Есте қаларлық та емес, обычно жылдағыдай. Кәдімгі как обычно құттықтайсың ғой. Қалай? 8 марттарыңмен сендерге ұзақ денсаулықты деймін деп. Қандай сыйлық бересіз оларға? Мен өзі гүл берем астында. Кішкентай кезімде орамал бергенім бар. Иә, әрине болған. Ол бала күнімде мен есімде 3-ші сынып оқып, өзімнің анама гүлдің суретін салып, оны конверт дайындап, қолдан жасап, алып барған кезде, бір маңдайынан сүйген кезде сол сәт әлі есім кетпейді. Мен үшін ең үлкен сыйлық сол анама істеген сыйлығым деп ойлаймын. Ойда бар, бірақ өзің қызыма сыйлық сыйласам деймін биыл. Ол қандай сыйлық? Ол енді жұмбақ.